Соңғы 10 жылдықтың ішінде таяу шығыс біз Иран, Сирия, Ауғанстан, Пакистан кейбір мемлекеттерде осындай ошағына айналып кеткен. Өйткені әлеуметтік жағдай қиын болғандықтан халықтың ашу-ызасы бір қандай да жағдай болсын, ол неге алып келеді? Соғысқа, қақтығысқа. Сол ахуалды білген кейбір елдер жер қойнауындағы байлықты алу үшін қақтығыстар ұйымдастырады. Исламды бір жаһандық соғыстың құралы ретінде қолданып жатқан топтарды өте көп көріп отырмыз. Өкінішке орай біздің жастарымыздың ортасында соған ілесіп кетіп жатқандар, түсініспен түсінбей ілесіп кетіп жатқандарды да көптеп көріп жатырмыз. Бұл жерде халықтың жағдайы, мәдениеті, құндылығы, амандығы, саулығы, олардың дамуы рөл ойнамайды. Бұл жерде адамның өмірі, денсаулығы маңызды емес. Маңызды ол жерде мүдде ғана. Мүдде, өздерінің мақсаттары бар. Ыдырату, халықты боздыру, ана мемлекет не болады? Бос қалады. Ол мемлекет бос қалғаннан кейін сол мемлекеттің байлығын игеру, қазынасын алу. Пайғамбарымыз әкелген дүние осындай ме? Біреудің қанын төкпек түгілі жерде жатқан құрт құмырсқаны баспауға, я айналай шөпті сындырма, малды ұрма, теппе дейтін негізгелді емес пе? Радикалды ағымдардың уағыз насихаттары 80% осы өлуге, тозақтан қашуға, күнәлардан қашуға, өзін ақыретпен қорқытып, бұл дүниеден ертерек кетуге, жәннат бақшаларына кіруге не істейді? Үйретеді. Исламның қазіргі уақытта жиһаты өнер мен ғылыммен, еңбекқорлықпен, кәсіппен, яғни исламның мәдениетін қалыптастырумен, адами құндылықтарды дамытумен исламның кереметі біздің елде де көріне алады. Сол себептен де бөтен елге барып, былайша айтқанда ит өліммен өлгенше, өз елімізде жүріп, өзіміздің еліміздегі мына дамып келе жатқан исламды, дәстүрімізді жоғалып кеткен құндылықтарымызды дамытуға еңбек сіңірген әлде қайда Алланың алдында сауаптырақ болады.